Ассалаумағалейкум достар, менің атым Райымбек және бүгін үй жағдайындағы бицепске 3 жаттығуды көрсететін боламын. Олай болса, кеттік. Ол үшін бізге гантель керек болады. Егер де үйлерінде гантель болмаса, онда кез келген ауыр затты алуға болады. 5-10 килограммдық. Мысалға алсақ, сумканы қолдануға болады. Ішіне бутылкалар салып, сумен құйып, сол бицепске жасауға болады. Немесе осындай гантельдер жасауға болады. Пакетке құм салдым да сыртынан скотчпен орап тастадым. Міне осындай гантель қолдан жасалған. Бұндайын менде 3-і бар, 2-і 5 келілік және 10 килограммдық. Ендеше кеттік бицепске 3 жаттығу. Ең бірінші разминка жасап аламыз. Ол дегеніміз денені қыздырып аламыз. Денені қыздырып болсаңдар, онда бірінші жаттығу гантельді немесе затты осылай ұстап өзімізге қарай көтереміз бұлай. Бұл бицепстің ішкі жағын шығарады. Бұл жаттығуды 3 подходтан 12-15 реттен жасайсыңдар. 3 подход дегеніміз 3 айналым. 12-15 реттен. Екінші жаттығуымыз бицепстің сыртқы жағын шығарады. Оны былай жасаймыз. Қолды бір-біріне жақын қойып, көтереміз өзімізге. Бұны да 3 подходтан 12-15 реттен. Үшінші жаттығу, соңғы жаттығуымыз осы. Хват молд деп аталады. Оны көтергенде бағанағыдай көтермейміз бұлай, оны бұлай көтереміз. Ол біздің брахиалисті шығарады, мына жақтағы. Мына жерде шығарады. Егер де сендерде гантель болса, онда оны бұлай ұстап көтересіңдер. Ал егер де сендерде құмнан жасалған гантель болса, онда сендер оны бұлай емес, мына жағынан ұстайсыңдар, міне бұлай. Осылай. Және де бұлай көтересіңдер. Ал егер де сендерде сумка болса, онда өздеріне қалай ыңғайлы солай ұстап алыңдар. Мысалы, бұлай болуы мүмкін, мына жағынан. Міне осылай. Немесе бұлай ыңғайлы болмаса, бұлай ұстап алсаңдар болады. Міне бұлай ұстайсыңдар, мына жерінен емес, мына жағынан. Және брахиалисқа бұлай істейсіңдер, 3-ші жаттығу. Бұны да 3 подходтан 12-15 реттен. Бір подходтан кейін демалу уақыты 30 секунд, 1 минуттай. Онда достар, сендерге түсінікті деп ойлаймын. Егер де түсінбесеңдер, тағы комментария астына жазыңдар. Қандай жерлерін түсінбедіңдер, сол жерде түсіндіруге тырысамын. Олай болса, лайк қойыңдар, анама жазылыңдар, комментарий жазыңдар, жақсы-жақсы. Және де келесі видеода кездескенше сау болыңдар.